Мен тазалықшы техничка болудан қатты ұялатынмын. Ол қашан және қай кезде болғанын сәлден соң айтып беремін. Бүгін мен беседка жинап жүріп, өз басымнан өткен оқиғамды бөліскім келеді. Ең алдымен Аксесуайдың тонер мистін сеуіп алдым, өйткені далада бетім құрғап кетуі мүмкін. Солай бетім аздап жарқырап тұр. Енді өз оқиғама келейін. Ол кезде мен 19 жаста едім. Алғаш рет жұмысқа шыққан кезім. Техничка болып жұмыс істеуді шештім. Өйткені сол уақытта тек сол жұмыс қана табылған еді. Жұмыс істеген жерім алтын сататын үлкен ғимарат. Әртүрлі офистар болатын. Менің жанымда көбіне үлкен кісілер жұмыс істейтін, ал мен ең жас қыз едім. Сол себепті өзімді бір түрлі сезінетінмін. Ең қызығы, мен ол кезде жігітпен танысудан да қашатынмын. Себебі өз жұмысымды айтқым келмейтін. Жұмысым туралы білсе не дейді, неге ондай жұмыс істейсің деп ойлап ұялатынмын. Қазір ойлап қарасам, неге ұялғанымды өзім де түсінбеймін. Жұмыстың ұяты болмайды ғой негізі. Сіздер қалай ойлайсыздар? Пол жуып тазалықшы болып жұмыс істеу ұят па? Қазір ойлап қарасам, мені Аллах тағала осы іске қайта алып келген сияқты, яғни блогым арқылы. Қазір ешкімнен ұялмаймын. Ол кезде мен әлі бала болғанмын ғой. Бұл әлі толық әңгіме емес, екінші бөлім керек болса айтып беремін. Комментарияға екінші часть деп жаза кетіңіз. Ол жұмыста қанша жыл істедім, қалай шықтым, бәрін бөлісемін. Всем пока-пока.